Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Мына төмендегі суретте көрсетілген тұйық термодинамикалық циклда 2 мол идеал газдың жасайтын жұмысы көрсетілген. Егер 4-ші күйде 2-ші күйдегі температураға ие болатын болса, онда 2-ші және 3-ші күйде газдың температурасын табыңдар. Енді бұл жерде балалар, газдың атқарған жұмысы осы 4 бұрыштың ауданы болады. Яғни біз осы бірінші формуланы жазып қояйық. А тең болады дельта П көтілген дельта В. Дельта П бізде 3 П1 алынған П1, В2 алынған В1 тең болады 2 П1 В2 минус В1 болды. Бұл бірінші теңдеу болды. Басымен аян біріктіріп бір жазып қойып болады. Сонда газдың атқарған жұмысы 2 П1 В2 минус В1 болды. Енді балалар біз екінші күйден үшінші күйге өткен кезде газға бұл жерде балалар екінші күйден үшінші күйге өткенде изобаралық процесс. Осы изобаралық процесsin формуласын жазайық. Яғни газ екінші күйден үшінші күйге өтті деп жазып қояйық балалар. Осы кезде бізде П тең констант болады тұрақты қысымда. Яғни біз Геббельстің заңын жазуымыз керек. Бұл жерде В2-нің В1-ге қатынасы Т3-тің Т2-ге қатынасы. Бұл біздің үшінші теңдеу болсын. Осыдан В2 тең болады Т3 көтілген В1 бөлінген Т2. 4 теңдеу болсын. Енді 4-ті 2-ге қойық болар. 4-ті 2-ге қоямыз. Сонымен А тең болады 2 П1 Т3 В1 бөлінген Т2 минус В1. В1 жақшан сыртына шығарып жерек. Сонда 2 П1 В1 Т3 бөлінген Т2 минус 1 болды. Бұл біздің 5-ші теңдеу болсын. Мен басымен аян біріктіріп бір жазып жерек болар. А тең болады 2 П1 В1 Т3 бөлінген Т2 минус 1. 6-ші теңдеу. Енді балар газ 3-ші күйден 4-ші күйге өткен кездегі бұл жерде балар изохоралық процесс, Шарль заңы. Енді газ 3-ші күйден 4-ші күйге өтті. 3-тен 4-ші күйге өтті. Бұл жерде балар Б тең констант, Шарль заңын жазайық деген сөз. Констант. Б тең констант. Яғни П2-нің П1-ге қатынасы Т3-тің Т2-ге қатынасы. Бұл біздің 7-ші теңдеу. П2-ні өзіміз білеміз балар. 3 П1 бөлінген П1 тең болады Т3 бөлінген Т2. Сұлбада жақсы көрініп тұр, балар. Сонымен П1 мен П1-ді қысқартып жерек. Міне температура мен Т3 пен Т2-нің арасындағы байланыс температураны қорытып шығарып алдық. Яғни Т3-іміз Т2-ден 3 артық деген сөз. 3 Т2. 9. Енді осы формуланы балар біз 9-ды 6-ға қойық деп жазайық балар. 9-ды 8-ді деп қойық. Мұны жерде жай сіздерге түсінікті болу үшін жаздым. 8-ді 6-ға қоямыз. Сонымен А тең болады 2 П1 В1 Т3 бөлінген Т2-міз бізде 3 артық болып тұр. 3 алу 1 тең болады 4 П1 В1 болды. Бұл біздің 10-ші теңдеу болсын балар. Басымен аян біріктіріп бір жазып қойық. Сіздерге түсінікті болсын. Сонымен атқарған жұмыстың
Жұмысымыз 4 P1 болды. Бұл біздің 11 теңдеу. Енді балар біз екінші күй үшін, сұлбаны қарайық не балар? Екінші күй үшін менделеп клапирон теңдеуін жазайық. Екінші күй үшін жаз қойым жерге сіздерге түсінікті болсын күй үшін. Екінші күй үшін. Енді жазайық балар. Сонымен P2 P1 тең болады new year T2. Бұл біздің 12 теңдеу. P2-ні білеміз балар. 3 P1 тең болады new year T2. Бұл біздің 13 теңдеу болды. 13. Осы жерден балар P1-ді өрнектеп шығарып алайық. P1 тең болады new year T2 бөлінген 3 болды. Бізде P1 осыны 14-ті балар, енді 14-ті міне белгілеп отырған бір жақсы осы балар. 14-ті 11-ге қоямыз. Атқарған жұмыстың шамасы бар балар, бізде есептің шарты бойынша. А тең болады, тағы да жазып қойын сіздерге түсінікті болсын. 4 P1 ал P1 тауып алдық балар. 4 new year T2 бөлінген 3 болды. Осы жерден T2-ні өрнектеп шығарып алуға болады екен. T2 тең болады 3A бөлінген 4 new year. Есептің шартында бәрі бар балар. Сонымен орнына қойып есептеу ғана қалды. T2 тең болады 3 көтілген 14 дәрежесі жол. 4 көтілген үйіміз біздің 2 моль көтілген 8,31 жол бөлінген кельвин көтілген моль. Бірлігін шығарaq, егер бірлігі шықса, балар, онда біздің қорытып шығарған есебіміз дұрыс деген сөз. Не, бірлігі шықты. Енді осыны асықпай бөліп алсаңыздар, балар, 451 кельвин шығады екен. Калькулятордың жұмысы ғана қалды ғой. Тең болады 451 кельвин. T2-ні есептеп шығарып алдық. T2 тең болады 451 кельвин. Және есеп шығару барысында біз T3 T2 болған. Енді осыны 3 көтілген 451 кельвинге көбейте саламыз. Сонда бізден шықты 1353 кельвин шықты. Сонымен T3 1353 кельвин болды. Жауабын жазып қойып балар. Жауабы T2-міз 451 кельвин, ал T3-міз 1353 кельвин болды. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.